Саламатсыздарбы? Бүгүнкү өтөтүн сабак платформа ELP сайт жасоо. Платформа сайт жасоо үчүн эң алгач интернетке киресиздер. Интернетке платформа elp.ru деген сайтка киресиздер. Платформа elp.ru. Оған кирген кезде сиздерге эң алгач регистрация жасоо керек болот. Регистрацияны басасыздар. Мына жака аттарыңызды жазасыздар и және электрондук почталарыңыз. Mail.ru, Gmail почталарыңыз. Немен ашасыздар. Ал пароль сол өзүңүздүн Mail.ru'га Gmail почтаңызга кетеді. Келесиде киргенде выход деп сразу кирип кете бересиздер. Эгерде логин пароль сурап калса, логин өздөрүңүз почталарыңыз, пароль сол почтага почтаңыздын паролю эмес, сол почтага сизге жаңадан пароль барат. Сол жерде сиздин паролуңуз. Платформага кирген кезде эң алгач сизге 16 күнгө тегин берилет. Сизге страницаны ачуу үчүн каждый страницу с нулю жаңадан баштоого болот или мына жакта дайын шаблондар бар. Бул шаблондарды алып өзгөртө салууңузга да болот. Мына жерден өзүңүзгө товарыңызга келетін біреуін тандайсыздар. Предпросмотр деп алдымен сайтты көріп алуға болады. Ол ашып көріп алып, қарап шығасыз сайтты. Егерде сізге болатын болса, нәтиже использовать деген болады. Тасажат етіп ашасыз. Ашқан кезде открытен мына жерде сіздерге барлық настройкаларын көрсетеді осы видеода. Бұны көріп шыққаннан кейін сіз жалпы біліп мына жерде сұрақ болады. Яғни мына жерде өзінің мысалы наушникке арналған сайт екен. Бұл мына жерге өзіңіздің логоларыңызды қойсаңыздар болады. Егерде өзіңіздің логоңыз жоқ болып жаңағыдай қоймайын десеңіз, бұны удалить етіп тастауға болады. Тура осындайдың дубликат екіншісін жасауға болады. Екеуі бірдей. Және әр қайсының өзінің настройкалары болады. Каплян суреттер, осы жерде настройканы, суреттің настройкасы. Неде фон, артына свет беруге болады. Мына жерде светті таңдайсыздар. Свет таңдайсыздар. Қазір көрінуі. Граница деген жаңағы мынаны шеті жағы өзгеріп жатыр. Тен деген жаңағы тендер өзінандай түсіп тұрады, көлеңке секілді. Ступит деген жаңағы бұның размері үлкейіп кішірейтіп жатыр, көріп тұрғанымызда. Ішіндегі суреттің және анимация деген бассаңыз өз көрсетіп тұратын жерде әртүрлі типтері бар. Анимацияны көп қолдануға беріледі. Параметрге тимейсіздер. Ол жерде ештеңе жоқ. Ал егерде мынау осы блоктың, бірінші блоктың артқы фондарын осы блок настройкасы керек болса, мына жақта капля тұрады. Оны бассаңыздар, свет қойға болады, сурет салға болады, изображение деп қоясыздар. Мына жерде өзінің берген суреттері болады, және компьютерден сурет алуға да болады. Загрузить изображение дегенді басасыздар.
осыны басып кез келген суретті алып открыть етесіз. Мына артына сурет қойылғанша күтесіздер. Артына сурет түседі. Енді бұл жердегі суретті кішірейтуге, яркісін ашуға, түсіруге болады. Фонға кіресіздер. Ондай изображение тұрады сіздерде. Оны яркіске өтесіздер. Осы жерде өткен кезде яркісін көбейтіп түсіруге болады. Приложение деген мынаны әрқалай қоюға. Оригинальный өтінеді. Мына жерде подробный настройка дегені бар. Осыларды көре бересіздер. Сол жақ жағына, оң жақ жақ шетінен қоясыз ба. Сол граница деген бұтада линияны шетке түседі. Отступить деген суреттің кішірейіп, жақындап жасауға. Анимация параметрде қолдануға қажетті. Модулігі тура соны копировать етіп, басқасын тура осындай блок шығарып береді. Енді мына жерге былай текст қосқыңыз келсе, мынаның астына бірінші мынаның размерін кішірейту үшін шетінде барсаңыз осылай шығады. Осыны бүйтіп жақындатсаңыз орнын жылжытуға болады. Ал егер мына суреттің өзінің жаңағыдай кішірейткіңіз келсе, ол кезде суреттің өзіне настройка болады. Каждый блокқа барған кезде үстінде настройкалары шығып тұрады. Настройка жетеді. Блоктың арасын өтіп күшейтіп фон деген осының артқы несіне цветке беруге болады. Мына жерде сурет қандайсыздар, суретті өшірдің қандайсыздар. Суреттер таңдауға болады. Ал егер мынаның осы бірінші блоктың үстіне блок қосқыңыз келсе, добавить текст деген бар. Интересіне найдет пустой секция деген, бұл пустой абырный блок. Әрқайсының өзінің үстінде аттары жазылып тұрады. Первый экран болса, первый экран. Бұның ішіне кіргенде көп түрлері бар. Өзіңізге ұнаған, өзіңіздің табарыңызға келетін таңдап аласыз. Ең төбесіне меню қоюға болады. Менюдің настройкасы болады. Әр блоктың өзінің настройкалары болады. Артына цвет беруге болады. Сурет қойсаңыз болады. Мына жерде әрқайсы настройка мына жерге Facebook деп жазасыз. Ал астына мынаны өшіріп тастасаңыз, адрес ссылканы мына жерде Facebook'тың Facebook'тағы өз страничаңыздың ссылкасын алып келіп салу керек болады.
осы текст қосқыңыз келсе, текст деген осыны әкеліп қалсаңыз, текст түседі. Мына картинкасы текст деген картинка және қасында суреті бар. Оны да салсаңыз болады. Жоқ, ол қазір шықпайды. Енді суретті дайын сурет қойсаңыз да болады. Және компьютерден загрузить етіп сурет қойсаңыз да болады. Келген сурет. Мына жаққа сурет түскенше күтіп басқа неге өтіп кетпей керек. Бұның размерін үлкейту үшін мына шетін не болсаңыз, несін суретқа шығады. Сонымен үлкейте бересіз. Жерге ішіне келіп қалсаңыз, заголовка нелерді өзгертіп жаза бересіз. Порттағы сияқты настройкасын екінші блок. Әр блоктың өзінің настройкасы бар. Мынау тек картинка. Кез келген жерге картинканы салуға болады. Ол үшін картинканы алып, мышканың сол жақ бетін басып тұрып алып келесіз. Бұл бетін алып келіп саласыз. Бермек болса, олар текке саласыз. Сурет салу үшін загрузить изображение дегеннен түтін бассаңыз ашылады. Загрузить изображение компьютерден тартуға болады. Или неде дайын суреттер бар, осылардың қоя салсаңыз болады. Список. Элемент список. Бұның настройкасын өзінің настройкадан өзгертуге болады. Үстіне келіп бассаңыз, жазуын өзгертіп ала бересіз. Линия деген бар. Оны бассаңызда екі ненің арасын бөлуге болады. Оны да басып алып келіп қоясыздар. Бұның да настройкасы төбесінде тұрады. Барлығы настройкасы бөлген. Одан кейін мына блок керек емес болса, удалить етіп тастауға болады. Өшіріп тастауға болады. Және давайте тағы да оның қасына қосуға болады. Давайте дейміз. Бұны суреттерін өзгерту үшін суреттің үстін басып загрузить изображение басасыздар. Келген суретті бассаңыз, ол келіп түскенін күту керек болады. Одан кейін 2 колонка, 3 колонка, 4 колонка дегендегі бар. Олар мынаның астына жазуға арналады. Burada жазу үшін текст өшіріп тастап жаза беруге болады. Настройкасының бәрі Word-тағыдай. Егер мына картинканы ары түсірген кезде ол өзі түспейді. Ол үшін колонканы алып келіп, осының арасына салып жіберсеңіз, сонда түсіруге болады.
көруге болады. Enter бассаңыз, түсе береді сурет. Суретті осылай ғана көруге болады. Одан кейін видеоны салу үшін бізде YouTube деген осыны бассаңыз, алып келіп видео салуға болады. Оны басып алып келіп қоясыз. Бұны өзгерту үшін плеері осы жерден видеоларды өзгертуге болады. Ал бұған видеоны салу үшін тек YouTube'дан саласыз. Бірінші YouTube'ды ашасыз. YouTube'ды ашқаннан кейін YouTube'ның ссылкасын алып келіп, мына жерге саласыз. YouTube'ды салғаннан кейін жай мына жақты басқа салсаңыз, видео өзі түседі. Сіз бұны қазір көре алмайсыз. Кейін опубликовать етіп, сайтты ашқан кезде көрініп тұрады. Кез келген видеоны алып, видеоның өзінің ссылкасын алып, келіп саласыз. Және де видеоның астына қол қою үшін қоюға болады. Форма заявканы басып алып келесіз. Астына алып келіп саласыз. Форма заявканың суретін өзгертуге болады. Форма вид деген жерде цветі бар. Горизонтальный бар или лайнал стиль бар. Осының түрлеріне қарай, мағанға қарай таңдап ала беруге болады. Жазуды және үстіне өзгереді. Форма заявканы қасына қоюға да болады. Кез келген жерге. Форма деген жерді басып, түсті беруге болады. Мына сияқты акция болса, сізге уақытты қоюға да болады. Басып алып келіп болсаңыз, суретсіз жібереді бәрібір. Бұның уақытын қою үшін настройканы кіресіз, осы жерден уақытты қоя бересіз. Мысалы, опубликовать етесіз. Саған жерлері опубликовать. Опубликовать еттен кейін, мынау сіздің страницаңыз. Видео. 6-дан 6 сағат 22 минут. Мынау артқа қарай кетіп жатыр. Және де жай ғана кнопка бар. Бұл да форма заявка. Бірақ кнопка ретінде Заданы вид беретін, светтеріне көтуге болады. Размеры. Маленький, средний, большой.
екі номерді мен көрейін, екеуін жіберейін. Бұл ата біреуде. Одан кейін Жақсы тусын, жәке жаңа сізге аламын тұрыр ма? Представить. жалпы осымен болып қалды. Ең астында тағы да блоктар қоса беруіңізге болады. Әрқайсының төбесінде өзі жазылып тұр, форма захват, меню, товар, карта. Егер де картаны қойатын болсаңыз, адресіңізді жазумен жазасыз. Және де өз қалаңызды табу үшін картаны кіргізу керек болады. Сізге үшін мәжбүр картаны өткізіп аласыз. Қазір әскерден жүрмін. Қалаған астан шығыласыз. Өз адресіңізді басып таңдап аласыз. Счетчик, команда, вопрос. Мына жерде тағы қосымша блоктар бар. Кез келген блокты алып қоя берсеңіз болады. Отзывтар қойсаңыз болады. Отзывты картаның алдынан жоғарыға шығару үшін мына жерде стрелка бар. Стрелканы бассаңыз, жаңағы жоғары кететін карта астында қалады. Мынаның үстіне шығарам десеңіз, қайтадан стрелканы бассаңыз жоғары қарай көтеріледі. Осымен сабағымыз аяқталды.